Қайырлы күн қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымнан шығуға асықпаңыздар. Мен сіздерге медовый тортты қалай тез дайындауға болады, сол туралы рецептің құпиясымен бөлісетін боламын. Бұл жерде медовый торттың мен кремін жасап жатырмын. Керегімше сүт аламыз да, сол сүттің жартысын алып, басқа ыдысқа құйып аламыз. Екіге бөлінген сүттің жартысын қазанға құямыз, жартысын үстінен 4 қасық үлкен қасық ұн саламыз. Ұн болмаса кукурузный крахмал салған дұрыс, негізінде болмай жатса ұн бола береді. Ұн мен сүт араласқан сместі қазанға құйып жібереміз да, бір келгі қозғап тұрамыз. Астын баяу отта қоямыз. Сөйтіп қоймалжың болғанша кремімізді дайындаймыз. Креміміз дайын болғаннан кейін комната температурада суытамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып қойсаңыздар болады, не пакетикпен жауып қойсаңыздар болады, кеуіп кетпеу керек. Егер де крем тәттірек болған қаласаңыздар, үстіне қант не вареный сгущенка салсаңыздар да болады. Қыздар, бұл жерде мен 4 медовый жасап жатырмын. Сондықтан егер де сіздер медовыйларыңыз тез дайындағыларыңыз келсе, заказ келген күні не болмаса заказды алдын ала 2 күн 3 күн бұрын алып, бірінші күні тестасын қамырын илеп, яғни холодильникке салып қойсаңыздар болады. Келесі күні қамырын алып холодильниктен коржықтарыңыз пісірсеңіздер болады. Менде бұл жерде тестасына 3 жұмыртқа, 150 грамм құмшекер, 2 қасық бал, 1 пампушка, жарты қасық разрыхитель және ұн кетті. Осыдан менде 6 коржик дайын болды. Қыздар, менің рецебім бойынша 6 коржик дайын болады ғой. Сол 6 коржикті пісіретін болсаңыздар, тестаны бірінші селпештен шыққан бетте ыстықтай коржиктарыңызды дөңгелетіп, өзіңізге керекті формада кесіп алғандарыңыз дұрыс. Өйткені менің рецебім бойынша бал қосылып иленген теста болғандықтан, бір 10-15 минуттан кейін коржиктарыңыз кішкене қатты болып қалады. Ол қалыпты балға байланысты. Сол үшін алдын ала піскеннен кейін сразу формаңызда кесіп алғаныңыз дұрыс. Өзіңізге керек 4 бұрышты или дөңгелек. Қатып қалғаннан кейін ол кесуге жарамайды. Қатқан корж ол қалыпты жағдай. Кейін крем жаққаннан кейін ол жұмсақ болып жұмсарады, уайымдамаңыздар. Қыздар, не жасасаңыздар да алдын ала жоспарлап жасаған дұрыс. Өйткені өзіңіздің уақытыңызды үнемдейсіздер. Қыздар, кремге вареный сгущенкадан бөлек әшейін жай сгущенка қоссаңыздар да болады, сметана қоссаңыздар да болады. Тәттірек қылам десеңіздер, бал да қосып жіберсеңіздер де болады. Өте дәмді болады. Өздеріңіз фантазияларыңызға қарай шоколадный медовый жасасаңыздар да болады. Әркім өз фантазиясын қосқан дұрыс. Қыздар, айтатын құпиям осы: алдын ала қамырды, тестаны яғни илеп қойсаңыздар, жақсы уақыттарыңызды алмайды. Одан кейін екінші күні коржиктарыңызды пісірсеңіздер де болады. Содан кейін үшінші күні дайын тесталарыңызды коржиктарыңыздың ортасына кремді жағып, торттарыңызды дайындай берсеңіздер болады. Сонда бір күнде бәрін бірге жұмыс атқарғаннан көрі күнде істеп қойсаңыздар аз-аздан, сонда сізге жеңіл болады. Ал қыздар, сендерге сәттілік, бізге ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.